Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгінгі біздің сабағымыз өткізгіштерді тізбектей, параллель және аралас жалғау. Өткізгіштерді деп те айтсақ болады, не болмаса кедергілерді деп те айтсақ болады. Мысалы, шамдарды, кедергілерді деп айта беруге болады. Енді бірінші тізбектей жалғаудан бастайық. Тізбектей деп қояйық. Тізбектей жалғау дегеніміз не? Тізбектей жалғау дегеніміз бірінші өткізгіштің соңын екінші өткізгіштің басына, екінші өткізгіштің соңын үшінші өткізгіштің басына жалғауды біз тізбектей жалғау деп айтамыз. Мысалы ретінде қандай да бір кедергілерді тізбектей жалғап көрейік. Мынау бізде бірінші кедергі R1. Осы кедергінің соңын енді екінші кедергінің басына жалғаймыз. Мысалы, мынау R2. Ары қарай екінші кедергінің соңын ары қарай үшінші кедергінің басына жалғап кете береміз. Осындай жалғанудың атын біз тізбектей жалғау деп айтамыз. Сонда бір сымның бойында тізіп жалғап кетіп бара жатырмыз десек те болады. Сонда біріншісінің соңын екіншісінің басына, екіншісінің соңын үшіншісінің басына жалғап жатырмыз. Тізбектей жалғаған кездегі осы тізбектегі жалпы кедергі қандай болады деген сұрақ. R жалпыны қалай табамыз? Ол үшін біз былай ойланайық. Мынау кедергі деген нәрсе тоқтың өтуіне кедергі жасайтын нәрселер. Тоқтың әрең өтетін жерлері былайша айтқан кезде. Егер кедергі болмаса, тоқ өте жақсы өтеді, өте көп болып өтеді. Ал егер кедергі көп болған сайын, тоқ жай өтеді. Мына кедергілерді, мысалы ретінде мына жақта сымның бойымен келе жатқан тоқты былай өмірмен мысал келтіретін болсақ, қандай да бір машиналар кетіп бара жатыр деп ойласақ, машиналар, мына бірінші кедергі жолдағы бірінші тұрған кептеліс, пробка деп айтамыз, бірінші кептеліс. Машиналар келе жатыр, алдында көше кептеліс, одан әрең өтеді, шықса, алдынан тағы да бір екінші кептеліс шықты. Одан әрең өтеді, шықса үшінші тағы кедергі жалғанып тұр. Демек, машиналар үшін кедергі өте көп болып тұр. Мына көшенің барлығынан кедергіден өтіп жатыр. Сол сияқты электрондарда қозғалып өткен кезде, сымның ішінен не болмаса тоқ өткен кезде, осы тоққа да осы үш кедергі қатарынан кедергі жасайды. Мынадан өтеді, ол мынадан өту керек, мынадан өту керек. Сонда үш кедергіден қатар өтеді. Демек, ол тоқ үшін кедергі тым көп болады. Сол үшін кедергілердің барлығын қосып шығатын болсақ, осы тізбектегі жалпы кедергіге тең болады екен деп айтады екенбіз. Сонда тізбектей жалған кездегі бірінші жаттау керек ережеміз тізбектегі жалпы кедергі әрбір кедергілердің қосындысына тең болады екен. Сонда R жалпы тең, R1 қосу R2 қосу R3 деп жаттауымыз керек екен. Осыны біз бірінші ереже деп қояйық, бірінші. Ал егер осы тізбектегі кедергілер барлығы бір-бірімен тең, мысалы барлығы 20 Ом болатын 5 кедергіні тізбектей жалғады десек, 20 Ом деп 5 рет қосып жазғанша бірден бұлай жаза салуымызға болады екен. R жалпы тең болады, R көбейтілген N. Мына R деген кедергілер барлығы бірдей, қандай да кедергілер, N солардың саны. Қаншауын тізбектей жалғаймыз, соншаға көбейте аламыз. Бітті. Екінші ерекшелігі тізбектей жалғанудың екінші ережесі деп жаттап аламыз. Мына тізбектен өтіп жатқан тоқ күші барлығында да бірдей болады екен. Мынадан қанша тоқ өтсе, мына екіншіден де сонша тоқ өтеді, үшінші кедергіден де сонша тоқ өтеді. Демек, тізбектегі жалпы тоқ күшіміз I деп белгілейміз. I жалпы тең болады I1 тең I2 тең үшіншісінікіне жазып қояйық I3. Сонда мына жақтан 2 ампер тоқ келе жатса, мысалы 2 ампер тоқ R1-ден де өту керек, міндетті түрде ол R2-ден өтеді, басқа өтетін жер жоқ, міндетті түрде ол R3-ден өтеді. Тізбектегі жалпы тоқ күші, мысалы R1-ден өтетін тоқ қанша екенін білсек, мұны қалғандарында тоқ күштері сондай екен деп ойлауымызға болады. Ары қарай, үшінші ережеміз тізбектей жалған кезде, осы тізбекке түскен жалпы кернеу әр қайсының кернеулерінің қосындысына тең болады екен. U1 қосылған U2 қосылған U3. Мысалы, үшеу болса үшеу, төртеу болса төртеу, 10 болса 10. Қосу деп мыналарға жазып кете береміз ары қарай. Так, қазір бізде үш кедергі үш түрлі кернеу түседі. Мынаған U1 деген кернеу түседі, мынаған U2 деген кернеу түседі, мынаған U3 деген кернеу түседі. Демек, осы үш кернеуді қосатын болсақ, тізбектегі бізде жалпы кернеу шығады екен. Бұл бізде тізбектей жалғандағы үш ережеміз. Осыны жақсылап жаттап алуымыз керек. Тізбектей жалғанда тағы бір ескеру керек нәрсе, қайсы кедергі көп болса, сол кедергі кернеу көбірек түседі екен. Ары қарай. Екіге бөліп қояйық, мұнда параллель жалғау. Так, параллель жалғау дегеніміз не? Екі өткізгішті не болмаса екі кедергінің бастарын бір нүктеден шығатын болса, және соңдары да бір нүктеге келіп қосылатын болса, ол жалғануды біз параллель жалғау деп айтады екенбіз. Мысалы ретінде, мына бізде бірінші кедергі,
Мысалы, мына жерде екінші кедергі. Осы екі кедергінің бастары бір нүктеден шықты мына. Мына жақтан сым келе жатыр. Былайша айтқанда сым екіге бөлінеді дағыны екі кедергіге жалғанады. Ары қарай ол екі кедергінің соңдары да бір нүктеден шығу керек. Сым келе жатыр, екіге бөлінеді сым. Екіге бөлініп мына кедергіден тоқ өтеді, және екінші мына кедергіден тоқ өтеді. Сөйтіп екі тоқ қайтадан қосылып бір сым бойымен өтсе, мынандай жалғанатын біз параллель жалғау деп айтамыз. Параллель жалғаған кездегі бірінші ереже жаттау керек. Жалпы кедергіні былай табады екенбіз. 1 бөлінген r жалпы тең 1 бөлінген r1 қосылған 1 бөлінген r2. Егер мысалы мына жақтан тағы үшінші кедергіні әкеліп жалғап қоюымызға болады, ол кезде плюс 1 бөлінген r3. Ары қарай төртінші, бесінші солай жалғап кете береміз. Так, енді параллель жалғанның бір ерекшелігі бұл жерде жалпы кедергі азайып кетеді екен. Мысалы ретінде бұны қалай ойлауға болады? Тізбектейде жаңа бүкіл тоқ үш кедергіден де өтіп шығуға мәжбүр болса, бұл жерде тоқ былай болады екен. Мысалы, тоқ келе жатыр. Өмірмен бір байластырып өтейік. Мысалы, қайтадан сол машиналар келе жатыр. Мына сымның бойы былайша айтқанда кең көшелер, бос көшелер, ол көшемен мысалы машиналар өте үлкен жылдамдықпен өте алады деп ойласақ болады. Ал мына кедергілер сол көшеде тұрған кептеліс. Егер біз келе жатырмыз машинамен, жол екіге бөлінеді. Мына жақта бір кептеліс, мына жақта екінші кептеліс. Машиналар таңдайды. Мына жақтан өтсе де болады, мына жақтан өтсе де болады. Былайша айтқанда машиналар екіге бөлініп, екі жолмен өтіп, қайта ары қарай кетіп қалуына болады екен. Кедергілер жайында не айтсақ болады? Мысалы ретінде R1 кедергінің мәнін беріп қояйық. R1 бізде қаншаға тең? 10 омға тең. R2 бізде мысалы 15 омға тең. Өлшем бірлігін жазған жоқпын. Так, 10, 15. Бұны қалай ойлаймыз? Мысалы, мына көшеде кептеліс 10 машина тұр. Арт қатар 10 машина. Мына көшеде кептеліс 15 машина тұр. Мына кептеліс көп. Мына кептеліске қарағанда. Сонда бірінші кедергі бізде аз, екінші кедергі көп. Енді тоқта осы адамдар құсап ойланады. Тоқ келе жатыр. Көбісі аз кедергіден өтуге тырысады. Қай жақта кедергі аз, сол жақтан көбірек тоқ өтуге тырысады. Сол сияқты бізде машинамен келе жатқан кезде қай көшеде машина аз болады, қай көшеде кептеліс аз болады, сол көшеден өтуге тырысамыз. Сол сияқты электрондар да кедергісі аз өткізгіштен өтуге тырысады екен. Мына өткізгіштің кедергісі 10, мына өткізгіште 15. Демек, тоқтың көбісі 10 омнан өтуге тырысады. Бірақ 15 омнан да қандай да тоқтар өтеді екен. Енді осы жердегі жалпы кедергіні дәл мына формула табамыз. Егер үшіншісін жалғасақ, плюс 1 бөлінген r3 деп кете береміз. Ал егер барлығының кедергілері бірдей болатын пәленше кедергіні параллель жалғадық дейтін болсақ, онда r бөлінген n дейді екенбіз. Мысалы, кедергісі 100 омға тең болатын 5 кедергіні параллель жалғапсақ десек, барлығын, онда 100-ді 5-ке бөлсеңіз 20 ом. Жалпы кедергі 20 ом деген сияқты. Так, жалпы кедергі түсінікті. Енді ары қарай екінші бір ерекшелігі тізбектегі жалпы тоқ күші әрбір тоқ күштерін қосылса тең болады екен. I1 қосылған I2. Мысалы ретінде мына жақта қандай да бір жалпы тоқ келе жатыр, міне I жалпы. Осы тоқ келе жатыр, екіге бөлінеді. Сонда қанша ампер келе жатыр? Мысалы 10 ампер келе жатса, оның жартысы мында өтеді, жартысы мында өтеді. Мүмкін мына жақтан 6 ампер өтеді, мына жақтан мысалы 4 ампер өтетін шығар, мысалы ретінде. Себебі мына жақтың кедергісі аз кедергіден тоқ көп өтуге тырысады. Көп кедергіден тоқ аз өтуге тырысады. Сол үшін мына жақтағы тоқ үшін біз, мына жаққа өтіп жатқан тоқ үшін біз I1 деп белгілеп қояйық, ал мына жаққа өтіп жатқан тоқ үшін біз I2 деп белгілеп қояйық. Сонда мына жаққа бөлініп өтіп жатқан тоқ пен мына жаққа бөлініп жатқан тоқтарды қосатын болсақ, тізбектегі жалпы тоқ күшіне тең болу керек екен. Міне екінші ережеміз осы. Ары қарай жаттау керек үшінші ереже, тізбектегі жалпы кернеу әрбір кернеулерге тең болады екен. Мысалы, мына жақта мысалы батарейка 9 вольт кернеу береді деп жатса, екі кедергімізді параллель жалғасақ, онда мынаның да кернеуі 9 вольт, мысалы мынаның да кернеуі 9 вольт деуге болады. Сонда жалпы тоқ, жалпы кернеу қандай болса, мынаның да кернеуі сондай, мынаның да кернеуі сондай деп ойлауымызға болады екен. Бітті. Осы тізбекте және параллель жалғандағы үш ереже осы. Тізбекте жалғаған кезде тоқ күштері барлығында бірдей болады, а кернеулер әрбір кернеулерін қоса тең болады, жалпы кернеуіміз. Параллель жалғанның ерекшелігі барлығының кернеулері бірдей болады, бірақ жалпы тоқ күші әрқайсының тоқ күштерін қоса тең болады. Кедергілерді табу мына формулалармен жүргізіледі екен. Енді бізде аралас жалғау дегеніміз бар. Так, сол туралы айтып кетейік.
Так, тақырыпты өшіре салайық. Аралас жалғау дегеніміз тізбекте жалғағанда кедергілер болады, және параллельде жалғаған кедергілер болуы мүмкін екен. Сондай жағдайда біз оны аралас жалғау деп айтамыз. Мысалы ретінде, мынау қандай да бір кедергі ары қарай кетіп барса, тоқ екіге бөлінген. Мысалы, мына жақта бір кедергі, мына жақта бір кедергі. Осымен аяқтай салайық былай. Мына жалғану бізде аралас жалғану деп аталады екен. Ары қарай аралас жалғаған кезде жалпы кедергіні қалай табамыз? Мысалы, мынаның кедергісінің R1 тең, мысалы 10 Ом, так, өлшем бөлігі 10 Ом. Мынаның кедергісі R2 тең, мысалы, так, 20 Ом. Мынаның кедергісінің R3 тең болады, мысалы, 30 Ом деп қояйық. 30 Ом. 3 кедергі беріп қойған. Бірінші кедергі 10 Ом, екінші кедергі 20 Ом, үшінші кедергі 30 Ом болсын. Осылардың жалпы кедергісін тап десе, бірінші ойланамыз. Қайсылар бір-бірімен тізбекте жалғанып тұр, қайсы кедергілер бір-бірімен параллель жалғанып тұр. Мына R2 кедергі мен R3 кедергі бір-бірімен параллель жалғанып тұр. Так, бірінші осы екеуін параллель қосып алуымыз керек. Ары қарай осы жүйе, мынау жүйе, мына R1 кедергімен тізбекте екеуі, өйткені мынамен бір сым бойымен жалғанып тұр. Мына R1, мына жақпен тізбекте жалғанады дейміз. Бірінші сонда R2 мен R3-ті параллель жалғап аламыз. Ол кезде мына формулаға саламыз. 1 бөлінген R жалпы. R жалпы болғанда 2 мен 3-тің жалпы кедергісін R2, 3 деп қояйық. Осы екеуінің жалпы кедергісі шығады сонда. Тең болады R2 қосылған 1 бөлінген R3. Параллель жалғанда осы формула бойынша қосамыз. 1 бөлінген R жалпы тең, 1 бөлінген R1 қосу 1 бөлінген R2. Мына жерде R2, R3 болғандықтан R2, R3 деп белгіледік. Так, жалпы кедергіні 2, 3 деп қояйық. 2 мен 3-тің жалпы кедергісі деп ойлаймыз. Так, енді арға есептейміз. 1 бөлінген R2, 3 тең болады. 1 бөлінген 20 қосылған 1 бөлінген 30. Ары қарай ортақ бөлім береміз мынаған 3-тен, мынаған 2-ден. Сонда 1 бөлінген R жалпымыз тең болады. Ортақ бөлім бізде 60. Мұнда 3, 2, 5. 3-ті 2-ге қосамыз. 3-ті әдемілеп жазайық. Так, осы жерден R жалпын табу үшін не істейміз? Былай жасай салуға болады. Бөлшекті екеуін екі жағында былай төңкере салуға болады. Мысалы ретінде R2-де 3 бөлу 1. Бөлу 1 уже санды 1-ге бөлген екен, ол өзі шығады. Мұнда 60-ты 5-ге бөле саламыз. Көбісі осы мына жерге келгеннен кейін қате жіберіп қалады. Қате жібергенде керісінше 1 бөлінген R жалпын тауып қояды. Мысалы 5-60-ға бөліп 0,1 нәрсе деген саналып қою мүмкін. Сосын соңында осылай жазуды ұмытпаймыз. Болмаса пропорция, мынаны табу үшін мына екеуін көбейтіп, мынаған бөлеміз. Не болмаса осылай төңкере салған ең жақсы вариант. Так, 60-ты 5-ге бөлеміз 12 Ом. Сонда 20 Ом, 30 Ом екеуі бір-біріне параллель жалғаған кезде олардың жалпы кедергісі 12 Ом болады екен. Ары қарай осы 12 Ом кедергі мына 10 Ом кедергіге тізбекте жалғанып тұр. Ары қарай R жалпы дей салайық. Барлық тізбектің жалпы кедергісі R1-ді қосамыз R2-де 3-ге. 2 мен 3-дің жалпы кедергісін R1-ге қосып жатырмыз. Тең болады 10 Ом қосылған 12 Ом тең 22 Ом. 22 Ом. Сонда тізбектегі жалпы кедергі 22 Ом деп айтсақ болады. Енді ары қарай осыған ұқсас бірнеше есептерді шығарып кетейік. Так. Бірінші есеп номері 94. Әр қайсының кедергісі 10 Ом 5 өткізгіш бір-бірімен тізбектей жалғанғандағы жалпы кедергісі дейді. Так, номері 94. Әр қайсының кедергісі R тең болады 10 Ом
Мына ом дегендегі 10-ы 0 деп шатастырып қалып жүрмейміз. 10 ом. Так, 5 өткізгіш бір-бірімен тізбектей жалғанғандағы n тең 5. Өткізгіштің санын беріп қойған. Әр қайсының кедергісі 10 ом, 5 өткізгіш деп айтып жатыр. Бір-бірімен тізбектей жалғанғандағы жалпы кедергісі. Тізбектей жалғанған екен. R жалпы. Енді тізбектей жалғанда мына жақта жазып қойғанда R жалпыны табудың формуласы R жалпы тең 10-ды 5 рет қосып отырғанша R көбейтілген n-ға саласаған тиімді бұл жерде. Сонда R жалпы тең болады 10 көбейтілген 5 50 ом. Бірінші есеп шешілді. Так, ары қарай келесі номері 96. Тақтан бөліп қойсақ, номер 96. Кедергілері 15 ом және 10 ом болатын өткізгіштер өзара параллель қосылған. Олардың жалпы кедергісі қандай дейді? Кедергілері R1 тең болады 15 ом. Екінші R2 тең болады 10 ом. Осы екі өткізгіш өзара параллель қосылған, олардың жалпы кедергісі R жалпы белгісіз. Параллель жалғанда жалпы кедергіні егер кедергі екеуі болған жағдайда мына формулаға саласаған өте тиімді. Ортақ бөлім беріп, алдын ала есептеп қойып қойған формуламыз R1 қосылған R2. Бір бөлінген R жалпы деп отпайық, бәрі соңында осы формулаға келеміз. Ары қарай R жалпы тең, сонда 15-ті 10-ға көбейтеміз. Так, өлшем бірлігін соңында жазылайын. 15 көбейтілген 10, астында 15 қосылған 10. 15-ті 10-ға өтеміз. 150, 15-ті 10-ға қосамыз. 25, 150-ті 25-ке бөлеміз. 6 ом. Сонда тізбектегі жалпы кедергі 6 ом болып шығады екен. Ары қарай келесі тағы бір есеп қарастырып өтейік. Так, тақтаны өшіріп алайын. Номері 97. Екі өткізгіш сымды тізбектей қосқанда 27 ом, ал параллель қосқанда 6 ом кедергі береді дейді. Әр қайсының кедергісі. 97 есеп. Екі өткізгіш сымды тізбектей қосқанда олардың жалпы кедергісі демек 27 ом болады екен. Сонда 27 ом деген бұл жерде жалпы кедергіміз болып тұр екен. Оны не деп белеміз? R жалпы тізбектей жалғандағы жалпы кедергі деп RT дей салайық. Тізбектей жалғанда жалпы кедергі болады. Ары қарай егер оларды параллель жалғанда жалпы кедергісі RP деп қояйық. Параллель жалғанда жалпы кедергісі бізде 6 ом болады. Әр қайсының кедергісі қандай? R1 мен R2 қандай деп сұрап жатыр. R1 белгісіз және R2 де бізде белгісіз. Так, бұл есепті қалай шешеміз? Ол үшін тізбектей жалғандағы жалпы кедергіні тауып аламыз. R жалпы тең R1 қосылған R2 болатын тұғын. Тізбектей жалғанда жалпы кедергі RT деп қойдық. Ары қарай параллель жалғаймыз. Бір бөлінген R жалпы, R жалпымыз бізде параллель жалғанда R жалпы тең болады. Бір бөлінген R1 қосу бір бөлінген R2 болатын тұғын. Енді мыналардың сан мәндерін орнына қоямыз және мына жақтан R1-ді шығарып аламыз. Мысалы ретінде, мына жерде R жалпы бізде 27 тең болады. R1 қосылған R2 болатығын, осы жерден R1-ді табатын болсақ, R1-ді табу үшін 27-тен R2-ні тұсаймыз. 27 минус R2. 27 минус R2. Енді осы 27 минус R2-ні мына жақтағы R1-дің орнына апарып қоямыз. Мына R параллель жалғанда жалпы кедергінің 6 омды орнына қояйық. Сонда 1 бөлінген 6 тең 1 бөлінген, R1 дегенге мынаны қоя саламыз. 27 минус R2 қосу 1 бөлінген R2. Енді бізде ары қарай осы мынандай теңдеу шықты. Квадрат теңдеуге кететін шығар қазір. Қосқанда бірінші ортақ бөлім береміз. Мына жаққа R2 жетпей жатыр. R2, мына жаққа 27 минус R2-ні береміз. 27 минус R2. Ары қарай 1 бөлінген 6 тең болады. 27 минус R2 ортақ бөлім көбейтілген R2. Мына жақта R2
Так, R2 плюс 27 минус R2. 27 минус R2. Так, R2 мен минус R2 өзара жойылады. Так, сонда бізде не қалды? 1 бөлінген 6 тең болады 27 бөлінген 27 минус R2 көбейтілген R2. Так, енді ары қарай пропорция. Мынаны біз бірге көбейтеміз, 6 мен 27-ні көбейтеміз. Сонда 27 минус R2 көбейтілген R2 тең болады 27 көбейтілген 6. Ары қарай, жақшаны ашу керек енді. Так, 27 R2 минус R2-нің квадраты тең болады. Так, 27-ні 6-ға көбейтеміз. 7 жердегі 6-мыз 42. Мынау 120, 162. 162. Енді, так, мыналардың барлығын, 62-ні сол жаққа өтсе берейік, мақұл. R2-ні бірінші жазайық. Минус R2-нің квадратын бірінші жазайық. Минус R2-нің квадраты плюс 27 R2 минус 162 тең 0-ге. Ары қарай теңдеудің оң жағын сол жағын бірден минус 1-ге бөл жерсек, мына жақта R2-нің алды, R2-нің квадраты, уже минус 27 R2, мынау плюс 162 тең 0. Ары қарай бізде квадрат теңдеу, осы квадрат теңдеуді шешсек, біз есептің жауабын шығарамыз. Ары қарай дискриминант, так, біз байша ветпен шығара аламыз. Мақыл, ветпен ойланып отырмайық. Қосқанда 27 шығу керек, көбейткенде 162. Ұзақсан шықпайды, сол үшін дискриминантпен шығарайық. 27-нің квадраты минус 4 еселенген 1 көбейтілген, R2-нің алдында 1 бар, 1 көбейтілген 162 тең. Так, есептеу жерейік ары қарай. 27-нің квадраты 729 минус 4-ті 1-ге көтеміз, оны 162-ге көтеміз. 648, 729-дан 648-ді алып тастаймыз. 729-дан алып тастаймыз. 81. 81 бізде 9-ның квадраты. Ары қарай R2-нің 2 мәнін тауып аламыз. Біріншіне түбірасы дискриминант алында минуспен, екіншіне плюспен. Ары қарай R2 тең болады. Минус 27-ні ары қарай плюс 27 қылып аламыз. Минус түбірасы дискриминант. Түбірасы 81-ден 9 шығады. Бөлінген 2а бізде 1-ге тең, сол үшін 2-ні 1-ге өтеміз 2. 27-ден 9-дап тастаймыз. 18, 18-ге бөлеміз 9 Ом. Ары қарай R2-нің екінші мәнін аламыз. Екеуі де R2-нің бірінші мәні, екінші мәні тең болады. Дискриминант алын енді плюс қылып есептеп көреміз. 27 минус плюс 9 бөлінген 2 тең болады. 27-ге 9-ды қосамыз 36, 36-ны 2-ге бөлеміз 18 Ом. Демек, R2-нің екі жауабы шығады. Бірінші 9 Ом, екінші 18 Ом. Енді R1-дің мәні қалай болады? Сонда мына жерге 18 қойсақ, мынау 9 болады, мынаған 9 қойсақ, мынау 18 болады. Сонда R1 бізде 18 Омға тең болса, R2 9 Ом болады. R1 бізде 18 Ом болса, R2 бізде 9 Омға. Так. R1 9 болса, мынау 18 болады. R1 18 болса, R2 9 Ом болады. Бітті. Сонымен есептің жауабы шешілді. Ары қарай осыған ұқсас есептерді екінші бөлімнен қарасаңыздар болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.